Теректі ауданына қарасты Подсъемный ауылындағы мәдениет үйінде медиация кабинеті ашылды. Алғыс айту күніне орайластырылған шара облыстық конференцияға ұласты. Расымен де халық қалың қонған елді мекенде бір сөзбен бір ауылды ұйытқан аузы дуалы жандардың жоқтығы сезіліп келді. Толығырақ тілші тарқатады. Теректі жері тарихи құндылыққа бай аймақ. Талайдың таңдайын қақтырған ақындар мен батырлар мекені, елімен бірге түлеген өлкеде 29 ұлт пен ұлыстың өкілдері тату-тәтті өмір кешуде. Қазіргі уақытта осы бағытты берік ұстанған аудан халқы үшін медиацияның да үлесі зор. Медиация екі тарапты бітімгершілікке жетелеу десе, халқы көп шоғырланған Подсъемный ауылында медиация кабинетінің ашылуы құптарлық іс болды. Қалаға осы тұрғындарға бармау үшін қандай жағдай болса да консультациялық процедураның өзін өткізу үшін кәсіби емес, кәсіби медиаторлар үлес қосып жатыр. Осы неге осы үлкен мейрамның алдында алғыс айт күннен мен алғыс айтқым келеді. Осы бірінші елбасымызға мынандай үлкен маңызды шаралар енгізіп жатыр. Жалпы облыс бойынша 250 медиатор бар болса, соның 48-і кәсіби медиаторлар. Өткен жылы осы медиаторлардың көмегімен 2695 даулы жағдайлар шешімін тапқан. Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанынан да медиаторлар тым тәуір жұмыс жасай бастады. Елбасының 25-ші Қазақстан Халқы Ассамблеясы сессиясының тапсырмасына сәйкес Қазақстан Халқы Ассамблеясы осы елде медиацияны дамытуға атсалысып жүрген бірден-бірі өкілетті орган деп есептейміз. Сол енді медиацияның дамытудың қазіргі кезде жаңа белес алаңы, белесі ол әрбір ауылда, әрбір кәсіпорындардың айналасында халықтың көп жиналатын жерлерде медиация кабинеттерін ашу. Сол қазіргі кезде бүкіл облыс бойынша осы жұмыстар атқарылып отыр. Медиация тараптарды өзара келістірудің тәсілі десек, конференция барысында осы бағытта ой пікірлер алмасылды. Көп жағдайда жаңағы заң туралы білесің бе, өз құқығыңды білесің бе деген мектептерде, колледждер тәрбие сағаты өтеді. Ал біз жаңағы бір-бірімізбен келіссөз жүргізе аламыз ба, өзімізге тап болып қалған жаңағы келеңсіз жағдайды өзіміз шеше аламыз ба деген жаңа тәрбие жұмыстары кейбірде өкінішке орай аз жүріп жатады. Қазақ елінің айдай әлемге танылып, өсіп өркендеуі береке бірлік пен келісімнің арқасы. Көршіден басталатын сыйластық көшеге жалғасса, дүйім ел тату болар анық. Бірліктегі ел озат, бірліксіз ел тозат деп айтқан дана халқымыз әрдайым елді ынтымақты болуға ынталандырғаны анық. Конференцияда бір-біріне жылы сөздер айтып, алғысқа толы сезімдерін білдірді. Әжелер ақ тілегін жаудырды. Аман болайық, сау болайық сөзін тыңдағанына рахмет. Алғыс айту күніне арналған шырайлы шара сазды бағдарламаға ұласып, жақсы сыйластық пен татулықтың нышаны сезіліп тұрды. Ұлықпан елеу Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы, Теректі ауданынан.